Қайырлы күн. Сіздер білесіздер ме, дүкендегі тамақ пісіруге арналған майдың көбі денсаулыққа зиянды. Осы видеода мен сіздерге жақсы май мен жаман майды ажыратуды үйретемін. Сондықтан мұқият тыңдап, жақын адамдарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Өйткені бұл тақырып кез келген адам үшін өзекті. Бұрын мен де тамақ пісіруге май алуға дүкенге барған кезде ойлайтым, қандай майлар көп деп. Айырмашылығын байқамайтын, тек қана атауларында және құтысында ғана болып көрінетін маған айырмашылық. Өзімше сыртын оқуға тырысатын, сыртында без ГМО, без холестерина, с витамином Е деп жазылғанды оқып ойлайтым, неткен керемет майлар деп. Бірақ та бұл салада жүргендіктен, және бұл саланы тереңірек зерттегеннен кейін, және дұрыс тамақтануды қалыптастыру маманы болғандықтан мен уже қазір айыра білем. Реклама үшін жасалған ақпарат, және жазылған ақпарат майдың сыртындағы, және шынайы ақпаратты уже ажырата білемін. Мысал үшін, сұйық майлардың сыртында көбінде без холестерин деп жазылады. Шын мәнінде өсімдіктегі сұйық майлардың ешқайсында холестерин болмайды. С витамином Е деп жазылады. Кез келген күнбағыс майының ішінде витамин Е бар. Одан кейін без ГМО деп жазылады. ГМО күнбағыс майлардың почти ешқайсында болмайды. Яғни бұл ақпарат реклама ретінде, яғни адамдарды өзіне тарту үшін жазылған ақпарат, ал шынайы ақпарат бұлай жазылмайды. Мен сіздерге осы видеода өзім қалай үйрендім, жаман май мен жақсы майды ажыратуды, сіздерге де соны үйрететін боламын. Май туралы сіздерге ашып айтпас бұрын мына нәрсені түсіндіріп бергім келіп отыр. Кез келген тамақ пісіруге арналған майдың точка дымлениясы, яғни түтіндеу нүктесі болады екен. Түтіндеу нүктесі дегеніміз белгілі бір жоғары температураға жеткен кезде майдан түтіндер бөліне бастайды. Түтін шыға бастауы майда денсаулыққа өте зиянды улы канцерогендердің бөліну басталды деген сөз. Сондықтан кез келген майдың өзінің белгілі бір түтіндеу нүктесі болады. Соны тамақ пісірген кезде ескеруіміз керек, және де осы түтіндеуге жеткізбеу өте маңызды. Ал тамақ пісіруге арналған сұйық майға келетін болсақ, бұны екі топқа бөліп қарастыруға болады екен. Рафинированный және нерафинированный. Рафинированный дегеніміз жалпы дүкендердегі осы сұйық майдың көбі, 90%-дан көбі осы рафинированный майлар. Тіпті өздеріңіз үйлеріңіздегі майларыңызды қарап көріңіздерші, көптеріңіздің майларыңыз осы рафинированный май болып шығады. Рафинированный дегеніміз не деген сөз? Рафинированный дегеніміз тазартылған май. Яғни әдетте бұл химиялық қоспалар арқылы, жоғарғы температура арқылы, соның әсер етуі арқылы көп сатылы тазартудан өткен май деген сөз. Бұның енді үлкен минустарына келетін болсақ, бұның үлкен минусы майды тазартқан кезде, өзінің табиғи иісінен тазартқан кезде, табиғи түсінен тазартқан кезде, сонымен қатар бұның ішіндегі денсаулыққа өте пайдалы, әртүрлі витаминдер, әртүрлі денсаулыққа пайдалы заттары да тазаланып кетеді екен. Одан бөлек майларда бұндай денсаулыққа өте зиянды, жаман аурулар туғызатын, онкологиялық ауруларға әкелуі мүмкін денсаулыққа зиянды заттар түзіледі екен. Ал мен плюстарына келетін болсақ, енді плюстары бұндай май әрине ұзақ уақыт сақталады. Бұл әсіресе өндіруші үшін өте ыңғайлы. Одан кейін бұндай май арзанырақ тұрады. Және де бұндай майдың плюсы, үлкен плюсы, және сіздерге айттым ғой, точка дымления деген барды, түтіндеу нүктесі. Осы түтіндеу нүктесі өте жоғары болады. Яғни бұндай майға қанша тамақ пісірсаң да түтіндеуі болмайды. Ал нерафинированный майға келетін болсақ, нерафинированный майлар, рафинированный май сияқты дүкендерде толып тұр деп айта алмаймын, бірақ дүкендерде бар. Тек қана сыртын оқып тауып алыңыз керек. Нерафинированный майдың алған кезде естеріңізде болсын, сыртында первый холодный отжим, не болмаса бірінші суық сығынды деген жазу болған дұрыс. Рафинированный майды тазартқан кезде айттым, химиялық қоспалар арқылы, жоғарғы температураның әсері арқылы көп сатылы тазартудан өтеді деп. Ал нерафинированный май ондай тазартудан өтпейді. Бұны алған кезде пресс арқылы, сығу арқылы майды алады. Яғни өзінің майдың өсімдіктің ішіндегі құнарлы заттары, пайдалы заттары барлығы өзінде қалады. Яғни ондай май денсаулыққа өте пайдалы болады. Енді минустарын айтатын болсақ, ондай май табиғи болғаннан кейін әрине ол ұзақ уақыт сақталмайды. Одан кейін точка дымления, яғни түтіндеу температурасы төмендеу болады да, бұның, яғни қатты қыздыруға болмайды. Өйткені ол табиғи болғандықтан қатты қыздырғанда түтіндей бастайды. Яғни бұндай майды суық тамақтарға, салаттарға алған дұрыс. Одан кейін әрине бұндай май табиғи болғандықтан бұндай май арзан тұрмайды. Рафинированный майлардан қарағанда кітей қымбаттау тұрады. Дегенмен де денсаулыққа ең пайдалы, ең жақсы май осы нерафинированный первый холодный отжим майлар ең дұрыс болып есептеледі. Жалпы салаттарға, суық тағамдарға қосуға арналған осы өсімдік
тектес жәнегі нерафинированный май болған дұрыс кез келген отбасында. Ол әдетте күнбағыс майы болуы мүмкін, зәйтүн майы болуы мүмкін, мақта майы болуы мүмкін, бірақ та осылардың ішінде ең жақсы жәнегі зәйтүн майы болып есептеледі. Зәйтүн майын таңдаған кезде естеріңізде болсын, сыртында экстра вирджин деген жазу болған дұрыс. Ол дегеніміз бірінші суық сығынды деген сөз. Одан кейін құтысының шыныдан болған дұрыс, және құтының жәнегі мөлдір прозрачный емес, жәнегі жасыл не болмаса қоңыр түсті болған дұрыс. Одан кейін зәйтүн майын алған кезде Испанияның емес, Италияның, Грецияның майлары сапасы жағынан жоғарырақ болып есептеледі. Ал рафинированный майға келетін болсақ, рафинированный майды барынша тұтынбағандарыңыз дұрыс, не болмаса барынша азайтқандарыңыз дұрыс. Ал тамақ пісіруге рафинированный май дұрыс емес, онда ше не қолданамыз деп отырған шығарсыздар, иә? Тамақ пісіргенге ең дұрысы өзіміздің ата-бабамыз қолданған кәдімгі малдың майы жақсы екен. Ғалымдардың соңғы зерттеулері бойынша, жәнегі ең денсаулыққа пайдалы, тамақ пісіргенге ең қолайлы майлар ол малдың майы болып есептеледі екен. Кәдімгі іш май, бүйрек май, құйрық май, торта салынған май дейді, топленое масло, сары май. Бірақ сары майды айтатын нәрсе, сары майды қолданған кезде естеріңізде болсын, түтіндеу нүктесі төмендеу болады, сондықтан сары майды қолданған кезде қатты қыздырып қолданбаңыздар. Мысалы үшін жұмыртқа қуырғанда болады, ботқа пісірген кезде қоссаңыздар болады, бірақ та дегенмен де қатты қыздырып керек емес. Одан да бөлек кокос майы болады, гхи майы болады, тамақ пісірген кезде қолдансаңыздар болады. Түк қиындығы жоқ, мен сіздерге айтайын. Енді сіздерге түсінікті болу үшін өз өмірмен байланыстырып айта кетейін. Мысалы үшін мен бұрын сіздер сияқты рафинированный майды алып тамақ пісірердің алдында табаданға құйып, оның үстіне және пиязды турап салып тамақ пісіруімді бастайтын. Ал қазір мен былай істеймін. Малдың майы бар ғой, жәнегі сұйылтылған, қайнатылған, соны аламда, жәнегі табаданға салам, не болмаса қойдың құйрық майын алып табаданға жағып алам, не болмаса жәнегі торта салынған майды салып, оның үстіне жәнегі пиязды турап тамақ бастауымды осылай бастаймын. Яғни ешқандай рафинированный май қоспаймын. Еш қиындығы жоқ, зато денсаулыққа пайдалы, зиянды емес, өзіміздің ата-бабамыздың жеп келе жатқан тамағы. Тамақ пісіруге қатысты сіздерге айтарым, пісірген тамақтарыңыз барынша ПП, яғни дұрыс тамақ болу үшін, денсаулыққа зиян емес, денсаулыққа пайдалы тамақ болу үшін барынша азырақ қуырыңыздар. Яғни көбінде суға пісіріп, булап, бұқтырып, пешке пісіріп, яғни қуырудан да басқа жолдарын көптеп енгізіңіздер. Тіпті біздің ұлттық асханамызға қарайтын болсақ, қазақтың бұрыннан келе жатқан, яғни асханасында көбінде кептіру, суға пісіру, бұқтыру, пешке пісіру болғанда қуыру өте сирек кездескен. Ол маңызды емес деп ойлап қалмаңыздар. Біздің ата-бабамыздың қалай тамақтанды, ол біздің генетикалық тұрғыдан бізге әсері мол. Өйткені олардың тамақтану әдісі және біздің ағзамыздың, ас қорыту мүшеміздің тамақтың бізге сіңуі соған өте байланысты екен. Яғни біздің ата-бабамыздың жеген тамағы біздің ағзамызға жақсырақ сіңеді екен. Сөзімді түйіндей келе айтатыным, май алған кезде міндетті түрде сыртын оқыңыздар. Одан кейін асханада екі түрлі май болған дұрыс, яғни біреу салат сияқты суық тамақтарға, және де екіншісі мына тамақ пісіруге арналған май бөлек болғаны дұрыс. Одан кейін жәнегі сұйық майды, өсімдік тектес майды алған кезде міндетті түрде сыртында не рафинированный, первый холодный отжим, яғни бірінші суық сығынды деген жазу болған дұрыс. Ал тамақ пісіруге алған майдың жәнегі малдың майы болған дұрыс. Және де тамақты барынша азырақ қуырыңыздар. Осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып қолдап отырыңыздар. Және ең жақын адамдарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әрбіріңізге саналы өмір және мықты денсаулық тілеймін. Аман сау болыңыздар.